Ассаляму алейкум. Бүгін біз етсіз котлеттерін дайындаймыз. Кастрюльді алыңыз. Онда 80 грамм жуылған күрішті салыңыз. 160 мл су құямыз. Дайын болғанға дейін пісіреміз. 100 грамм чечевицаны жақсылап жуып, бірнеше сағатқа суға жібітіп қойыңыз. Нәтижесінде ол үлкейіп 2 есеге артады. Оған 120 грамм пияз және 2 түйір сарымсақ қосыңыз. Блендермен немесе ұсақтағышпен ұнтақтаңыз. Нәтижесінде ботқа тәрізді масса болады. Әрі қарай піскен күрішті қосыңыз және дәмдеуіштер 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық ұнтақталған мускат жаңғағы. Барлығын жақсылап араластырыңыз. Котлеттерді жасаңыз. Және оларды бірден ыстық майға табаға салыңыз. Орташа отта 1 немесе 1,5 минут екі жағынан қуырамыз. Котлеттер дайын. Ішінде 1 грамм ет болмаса да, жеп көргендердің бәрі оларда ет бар екенін деп ойлайды. Өйткені олардың нағыз еттің дәмі бар. Бұл котлеттердің басты құпиясы мускат жаңғағы. Ол ерекше дәм мен хош иіс береді. Міндетті түрде пісіріп көріңіз. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.